Құрамында тек қана көміртек пен сутек болатын көмірсутектердің күрделі қоспалары табиғатта мұнай, табиғи газ немесе көмір түрінде үлкен мөлшерде кездеседі. Олар ежелгі өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарынан түзілген деп саналады. Организмдердің өлі қалдықтары шөгінді жыныстармен қапталып, жер қыртысының астында оттектің қатынасынсыз жоғары қысымға ұшыраған. Аталған жағдайларда бұрынғы тірі материя өте ұзақ уақыттан соң жалпылай қазбалы отын деп аталатын мұнай, табиғи газ және көмірге айналды. Мұнай мен табиғи газдың негізгі кендері миллиардтаған жылдар бұрын ұсақ су жануарлары мен өсімдік қалдықтарының шіруі нәтижесінде пайда болған. Кейбір мұнай кендерінің жасы тіпті одан да артық, 3 немесе 4 миллиард жылға жуық деп жорамалданып отыр. Олар көміртек диоксиді, сутек немесе аммиак сияқты қарапайым молекулалар арасындағы химиялық реакциялар нәтижесінде түзілуі ықтимал. Егер мұнай кендері өткізбейтін тау жыныстары астарында жиналса, мұнай қабатының үстінде табиғи газ кені болады. Мұнай мыңдаған сұйық, газ тәрізді және қатты органикалық қосылыстардан тұратын қара қоңыр, тұтқыр қоспа. Олардың 200-ден астамының 300-де маңызы бар. Қазіргі таңда мұнайдың маңыздылығын айқындап, оны кейде қара алтын деп те атайды. Алайда, барлық қазбалы отындар ішінде мұнай қоры ең тез сарқылатыны болып саналады. Алғашқы мұнай кендері 19 ғасырдың соңына қарай Америка құрама штаттарынан табылды. Бүгінгі күні мұнай кендері негізінен Ресей, Иран, Ирак және Сауд Арабиясында игерілуде. Жаңа мұнай кендері әлі де табылуда, мысалы Африкада. Жасы шамамен 3 миллиард жылды құрайтын ең ежелгі мұнай кені Венесуэлада орналасқан. Бізге белгілі мұнай кендерінің 10%-ға жетер-жетпес бөлігі ғана коммерциялық тұрғыдан алғанда тиімді деп танылып отыр.